بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد сабағымыз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаянынан жалғастырамыз. 5-ші бапқа келдік. 5-ші баптың аты Әл-Мәдина. Яғни алдағы сабақтарда альхамдулилля 4 бап бітірдік. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам тегі, яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам туылғанға дейін болған ахуалдарды маңызды нәрселеріне тоқталып кеттік. Одан кейін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам туылғаннан бастап пайғамбарлыққа дейін 40 жасына дейін қандай оқиғалар болды, сол маңызды оқиғаларына тоқтадық. Және көп уақыт алған 13 сабақтай ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам Мекке дәуірінде пайғамбарлық уақытынан бастап, пайғамбарлық келгенінен бастап хижраға дейін деген бапты ұзақ болдық. Одан кейін 2 сабақтан тұратын хижра деген бапты талқыладық. Яғни осының алдындағы 22 мен 23 сабақ. Сол сабақтардың ішінде, хижра 2 сабағының ішінде, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден шыққаннан бастап Мадинаға жеткенге дейін талқыладық. Енді осы баптың ішінде 24 сабақтан бастап, 5-ші баптан бастап Әл-Мәдина деген бапқа кірісеміз. Бұл яғни бапта енді ұзағынан боламыз, өйткені өте маңызды яғни бап қой. Осы сира кітаптарының ішіндегі, яғни ең маңызды бүкіл хадистер көп айтылған және бүкіл маңызды исламда кәдімгідей анық қалған, андай сахих хадистермен көп келген жолмен осы, яғни Мәдина дәуірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлықтың 14-ші жылы Мәдинаға келді, 3-ші айында. Сол кезде, яғни мәдиналық өмір басталды. Енді оны жылдарға бөлеміз, иншалла. Мәдина 1-ші жыл, Мәдина 2-ші жыл, Мәдина 3-ші жыл. Әр жылы қандай оқиғалар болды? Солардың ең маңыздыларына иншалла тоқталып кетеміз. Осы сабақтан бастап, бүгінгі сабақтан бастап, яғни кетеді. Енді бауырлар, осы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хижра қылып келді ғой Мәдинаға. Мәдинаға келгенде қашан келді дейтін болсақ, пайғамбарлықтың 14-ші жылы. Пайғамбарлықтың 14-ші жылы 3-ші айда Мәдина қаласына Рабиул Ауал айының 12-сінде келді, дұрыс па? 12-сінде жұма күні Мәдинаға кірді. Енді 8-інде Құбаға келді, бірақ Құба ол кезде Мәдинаның қаласы деп есептелмейді. Мәдинаның сыртындағы бір ауыл болып есептеледі, район болып есептеледі. Содан 4 күн болды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешіт тұрғызды. Кейбір ғұламалар 14 күн болды дейді, сондай ғұламаларда ихтилаф бар. Кейін әйтеуір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға келді жұма күні. Жұма күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келгенде ол хижраның Рабиул Ауал айының 12-сі болды. Яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам туған күні Рабиул Ауалдың 12-сі. Сол күнге сай болып келген ғой. Мәдинаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кіріп келгенде жасы нешеде болды? 53-те болды. 53-тегі үлкен кісі. Мәдинаға кіріп келгенде өмірі 53 жасынан бастады. Осы жылы пайғамбарлықтың 14-ші жылы, яғни біраз оқиғалар болды. Одан кейін келесі жылы пайғамбарлықтың 15-ші жылы тағы біраз оқиғалар болды. Соның ішінде Бадыр соғысы мысалы, дұрыс па? Сөйтіп сосын пайғамбарлықтың 16-шы жылы Ухуд шайқасы болды деген сияқты, бірақ яғни олай айтылмайды сира кітаптарында. Яғни пайғамбарлықтың 15-ші жылы Бадыр соғысы болды, 16-шы жылы Ухуд соғысы болды деп айтылмайды, жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға көшіп келгеннен кейін сол жылы хижраның 1-ші жылы дейді. Неге жалпы олай атады? Ғұламалар неге яғни сөйтіп атайды? Сахабалар, әлі табииндар, яғни солай бұл исламда неге сөйтіп аталады? Хижраның 1-ші жылы, хижраның 2-ші жылы деп неге атайды? Яғни бұл мәселеге бір оқиға болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғаннан кейін хижраның 11-ші жылы қайтыс болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол да 3-ші айда. Содан кейін Абу Бәкір неге халифа болып келді, халифа болды. Абу Бәкір радиаллаху анху ұзақ болмады, 2 жылдан кейін Умар ибн Хаттаб халифа болды. Умар ибн Хаттабтың халифалығы ұзақтау болды. Сол Умар ибн Хаттабтың халифа кезінде 16-шы жылы, хижраның 16-шы жылы, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болып кеткенде 5 жыл өтіп кетті. Сол кезде 2 кісі қарыз ақша мәселесінде, рассрочка мәселесін тартысып қалады. Бір кісі біреуден рассрочкаға бір нәрсе сатып алады.
яғни жылдарға 1-2 жылға ма Шабан айында осындай уақытын беру керек деген сондай бір келісімге тұрады. Шабан деген әйтеуір ішінде әңгімесі бар. Сол кезде яғни тартыс болып қалып, әңгіме болып қалып, Омар ибн Хаттабтың алдына келеді. Омар ибн Хаттаб төреші болып екеуінің арасын шешіп бергенде, сол кезде Омар ибн Хаттаб сұрақ қойып қалады. Яғни сен қай Шабанды айтып тұрсың дейді. Осы биылғы қазір Шабанды ма, әлде келесі жылдың Шабаны ма? Қайсы деп, яғни сондай бір түсініспеушілік болып қалады. Яғни қай Шабан екенін шатасып кетеді. Сол кезде Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху сахабаларды жинайды. Ол кезде сахабалардың барлығы дерлік болады. Яғни үлкен сахабалар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қасында көп болған сахабаларды жинайды да, яғни бізге бір жаңа жүретін, тарих санайтын күнтізбе керек дейді. Себебі яғни ислам дәуірі көркейіп жатыр, үлкейіп жатыр. Енді мұсылмандар арасында келісім шарттары бар, басқа елдермен бір келісімдер болады. Сондай уақыттар белгілейтін бізге бір не керек дейді, күнтізбе керек, тарих керек дейді. Соған бір енді ойластырыңдаршы дейді. Шура жасайды, яғни Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху. Яғни шура деген яғни мұсылмандардың үлкен бір маңызды, керемет бір амалдары ғой. Субханалла, көп мұсылмандар қазір оны тастап қойған. Яғни шурада, яғни мұсылмандар бір үлкен мәселеде бірге отырып, жиналып келісуде үлкен бір берекет болады, субханалла, міндетті түрде. Яғни керемет нәрсе ғой, субханалла. Аллах тағала тіпті оны маңыздылығын Құранда айтады. Аллах тағала Құранда намаз бен садақа, зекетті айтқанда, яғни көбінесе Аллах тағала бір-бірін ажыратпай қосып айтады. Бірақ осы шураға келгенде Аллах тағала намаз бен және садақа, нафақаның ортасын Аллах тағала шурамен бөледі, субханалла. Соның ішіне Аллах тағала айтады: "Уаллазина стажабу лираббихим ва aqамус салата ва амруhum шура бейнахум ва мимма разақнахум юнфиқун" дейді. Аллах тағала мұъминдерге Алланың алдындағы сауабы олар үшін хайырлы дегенде кімдер дегенде, яғни солардың мұъминдердің сипаттарын айтқанда иман келтірген, үлкен күнәдан аулақ болатын деп келгенде, сосын Аллах тағала дейді: "Уаллазина стажабу лираббихим" дейді. Ол сондай кісілер дейді, мұъминдер Раббыларына жауап берген дейді, яғни бойсұнған дейді. "Ва aqамус сала" және намаз орындаған дейді. "Ва амруhum шура" олардың істері шурамен болады дейді. "Ва мимма разақнахум юнфиқун" дейді. Және менің ризық берген нәрселермен олар не істейді? Садақа, напақа, зекеттерін береді дейді. Яғни қарасаңдар, яғни намаз бен зекеттің арасын Аллах тағала яғни шурамен бөліп тұр ғой, субханалла. Әйтпесе бұл Аллах тағала намаз, не садақа нәрсені айтқанда ортасын еш нәрсемен бөлмейді көбінесе, яғни аз нәрсемен бөледі, маңызды болған нәрсемен. Соның ішіндегі біреуі не бауырлар? Шура. Шура сондай маңызды болғанымен, субханалла, яғни Аллах тағала соны ортасына қосып тұр ғой. Мұсылмандар бір үлкен бір глобальный мәселені шешу, яғни жиналыс болатын болса, яғни мұсылман өзінің пікіріне сүйенбей, тіпті білімді адам болмаса да, қайтатын білімді кісі болмаса да, бір дінде ұзақ жүрген, яғни сондай исламда сол қаланың ішінде тақуалықпен танылған, сондай бір дінде сауатты болған тақуалы бауырлар жинап соны бір талқыласа, яғни Аллах тағала берекетін береді, субханалла. Маңызды нәрсе шура. Сөйтіп Омар ибн Хаттаб сахабаларды жинап, яғни шура жасайды. Сол шураның ішінде пікірлерін айтады. Кейбір кісілер бүйтіп айтады, яғни кімдердің римдардың нелермен күнтізбесімен жүре берсек қалай болады дейді. Сол кезде Омар ибн Хаттабқа ол ұнамайды, яғни римдер христиандардың істері жоқ, оларға не аламыз ұқсап дейді, керек емес дейді. Сосын біреулер парсылардікін айтады, тағы сондай бір ұсыныстар айтады. Соның ешқайсысын Омар ибн Хаттаб қабылдамай, дінге, шариғатқа, исламға қатысты болған 4 оқиғаға тоқталады. 4 оқиғадан күнтізбе бастайық деп тоқтайды, яғни. Соның біріншісі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келген күннен бастап, сол жылы 1-ші жыл деп алайық деп айтты кейбіреулер пайғамбарлық жылынан бастайық дейді. Яғни пайғамбарлықтың 1-ші жылы, 2-ші жылы, 3-ші жылы, 4-ші жылы деген сияқты. Үшінші пікір сахабалар айтқан хижрадан бастайық дейді. Хижра бір жеңіс секілді үлкен ұлы нәрсе болды ғой дейді. Жаңа дәуір басталды мұсылмандардың, хижрадан бастайық дейді. Ал кейбір сахабалар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның қайтыс болған күннен бастайық дейді. Яғни осы 4 пікір айтылады Омар ибн Хаттабқа. Енді Омар ибн Хаттаб ең жақыннан бастағысы келеді, жақыннан. Алыстағын алғысы келмейді, яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам туған күннен алғысы келмейді. Себебі ол кезде яғни пайғамбарымыздың туған күнін нақты олар білмейді.
дұрыс па? Яғни ол кезде сахабалар оны нақты оны білмейді. Кейін тарихшылар шығып, бір тарихшы жазып, кейін екінші тарихшы жазып, оны дұрыстап, ол тарихшының қатесін дұрыстап, себебі ол уақытта мына сахаба исламға кірмеген болды, сондықтан ол осыдан кейін болды деп тарихшылар жазды ғой кітапқа, дұрыс па? Біздің заманымызда бәрі тарих кітаптарында, бәрі яғни сират кітаптарында нақтылап сандармен, немен, күндермен айтылған. Бірақ ол кезде яғни сахабалардың ойларына ондай кәдімгі бірінші жыл, екінші жыл деген ойларына жоқ қой. Тіпті өздерінен сұрақ қоятын болса, мысалшы өміріндегі бір үлкен нәрселер, үйленген қай жылы, әлде осындай әйел іздеп бастаған уақытың жыл, қай уақыты, мектеп бітірген жыл, әлде тағы бір сондай бір үлкен маңызды нәрселер, осындай бірінші мектепте таяқ жеген уақытыңды айтып берші, әлде бірінші осы төбелескен жылыңды айтып берші деп айтатын болса, тіпті өзінікін де білмей қаласыңдар ғой, дұрыс па? Адам баласы тіпті өзінікін де білмей қалуы мүмкін өміріндегі, яғни тарих уақытын. Бірақ кейін бір ұлы тұлға болатын болса, кісілер оны тарих жазып, адамдардан хабар жинайтын болса, яғни тарих күнімен бәрімен белгілі. Сол сияқты сахабалар ол кезде пайғамбарымыздың салам туған күн нақты хабар жоқ оларда. Сол себептен яғни біріншісі атпадайд. Екіншісі пайғамбарлықтың басталған жылы. Ол да тоже алыс, яғни келіспей тұр, ол да нақты білмейді, яғни тіпті яғни тарихтың өзінде ихтираф бар. Пайғамбарлық қашан келді деген. Біраз ғұламалар, жұмһур ғалымдар Рамазан айында дейді, дұрыс па? Пайғамбарлықтың бірінші жылы сол яғни Рамазан айында дейді. Ал кейбір ғалымдар оны Рабиул ауал айында дейді. Субханалла, тарихшыларда сондай ихтираф бар. Яғни сондықтан ол да атпадайд, өте алыс дейді. Енді екеуі қалды. Екеуін тарихын бәрін білеміз дейді. Яғни альхамдулилля, ол не? Хижра, екінші пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болған күні. Енді жақын алайық десек, ең жақын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болатын жылын сол бірінші күнтізбеде бастайтын болсақ дейді, ол жылы өте қиын жыл болды ғой дейді. Бәріміз стресс, депрессияда жүрдік қой дейді, субханалла. Өйткені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болған жылы ауыр тиді сахабаларға. Сол күні, сол айда, яғни сондай қайғыда жүрді. Тіпті бала шағалары, әйелдері, күйеулері қайтыс болса да, сондай бір уайым қайғы болса да, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғандай оларда сондай қатты қайғы болды. Тіпті бір нәрсені еске алатын болса, бәрі жылап қалады. Мысалы, Билал радиаллаху анху бәленбай жылдан кейін азан шақырып қалғанда сахабалар бәрі жылап қалатын болған. Соны еске салған сайын, яғни бір жүректеріне ауыр тиеді. Сол күн сахабаларға ауыр күн болды жалпы, яғни сол жыл ауыр жыл болды. Сол ауыр, қиын болған жылды еске салмай қояйықшы дейді. Яғни қайта-қайта еске салған сайын бір қиын ауырамыз ғой дейді. Керек емес, оны алып тастайық дейді. Бір исламға бір қайғы сияқылды, қайғы күн болғанымен бір тарихта қалмасыншы дейді. Одан да қуаныш күнмен сондай тарихта қалсыншы деп бәрі сахабалар сол кезде Омар ибн Хаттабтың кезінде нені алады? Тарих күнтізбе қылып хижраны алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинаға келді 3-ші айда, Рабиул ауал айында, 3-ші айда, дұрыс па? Сол бірінші жыл алайық дейді. Яғни сол жылы хижраның бірінші жылы деп алайық дейді. Ал пайғамбарлықтың бірінші жылы, пайғамбарлықтың екінші жылы, пайғамбарлықтың 14-ші, 13-ші жылы деген нәрсе әңгімелерінде болған жоқ. Ол кейін тарихшылар келіп, сират кітаптарында сөйтіп жазылып, бағандай нақтылап күндерін тарихшылар сөйтіп белгілеп қойды. Бірақ сахабаларда ондай нәрсе болған жоқ. Сахабаларда андай болды. Осындай оқиғадан 3 жыл бұрын, осындай жылы Хабаша хижра жасаған жылы ислам қабылдады осы сахаба, әлде Омар ибн Хаттаб ислам қабылдаған жылы пәленше осы онымен бірге қайтыс болды, әлде ислам қабылдады деген сияқты үлкен оқиғаларға байланыстыратын еді. Бірақ осы хижра жылынан бастап мұсылмандарға, яғни хижра күнтізбесі басталды. Пайғамбарымыздың яғни хижра қылған жылынан бастап, яғни күнтізбе басталды. Күнтізбелер жалпы көп болды, бауырлар. Яғни Қытайдың өзінің мысалшы күнтізбесі болды, Индияда бірнеше күнтізбелер яғни болды. Бірақ әлемнің бәрінде қазір Григориан күнтізбесіне, яғни сонымен амал жүріп жатыр бәрінде. Бүкіл елдер келіскен, яғни предпоследний Қытай келісті, соңғы келіскен, сол Григориан календарьсымен Саудия 2016-та Саудия оған келісті. Себебі бүкіл әлемнің бәрі де, яғни Григориан несімен күнтізбесімен жүреді. Билет алу, осындай елдермен кездесу, осындай келісу деген сияқты, яғни келіспегендіктен бүкіл әлем сол, яғни Григориан күнтізбесімен жүріп келе жатыр, яғни бұлай діни нәрселер бәрі де ол хижрамен өлшенеді. Идда мәселесі, әйелдің әлде мысалшы бір жыл елден қуылады деген бір үкімдер бар шариатта, ол бәрі хижрамен өлшенеді. Бірақ яғни қазір әлем бұлай несі билет алу, үйдің арендасын төлеу деген сияқты бүкіл елдері бәрінде яғни осы Григориан күнтізбесімен қазір кезінде Григорий деген бір кісі шығарған дейді, аллаху алем. Сол не болса да жалпы күнтізбе сондай яғни көп болған, соның ішінде ең танымалы жер бетіндегі ол бірінші орында тұрған Григориан күнтізбесі, екінші орында тұрған хижра. Сол хижра несі уақыты болғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хижра қылды ғой Мадинаға, содан мұсылмандар хижра күнтізбесін бастады.
Қашан бастады? Хижраның бірінші жылы ма? Жоқ, хижраның 16-шы жылы басталды, Омар ибн Хаттабтың заманында. Сонда яғни Мадинаға көшіп келгеннен кейін пайғамбарлықтың 14-ші жылы, пайғамбарлықтың 15-ші жылы, пайғамбарлықтың 17-ші жылы деп айтылмайды. Ол логика бойынша солай болғанымен де, бірақ яғни олай қолданылмайды, сиыр кітаптарында олай айтылмайды. Неғыл деп айтады? Хижраның 1-ші жылы дейді. Хижраның 2-ші жылы Бадр шайқасы болды дейді. Хижраның 3-ші жылы Ухуд шайқасы болды деген сияқты сөйтіп кете береді. Яғни сол бірінші мәселе болды. Яғни хижра мәселесін, тарихын неге басталды, қалай басталған, енді біз түсіндік, дұрыс па? Енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның өмірі Мадинада қашан басталды? Пайғамбарлықтың 14-ші жылының 3-ші айында басталды. Әлде нақтылап айтқанда хижраның 1-ші жылының 3-ші айында. Пайғамбарлықтың өзі пайғамбарлықтың 1-ші жылының 9-ші айында басталды ғой, дейсіз ба? Рамазан айында пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық 9-ші айда келді, Рамазан айында келді. Шабан 8-ші ай, 9-ші ай ол Рамадан, сосын 10-ші ай Шәуәл. Сол Рамадан айында пайғамбарлық түсті. Сонда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлықтың 1-ші жылындағы өмірі 3 ай жарым болды ғой сонда. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлықтың 1-ші жылында 3 ай жарым өмір сүрді. Одан кейін 3 ай жарымнан кейін Мухаррам айы басталғанда, яғни пайғамбарлықтың 2-ші жылы басталды деген сияқты ғой. Сол сияқты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Мединадағы дәуірі хижраның 1-ші жылының 3-ші айының 12-сінде басталды. 12-сінде. Осыдан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хижра жылының 3-ші айының 12-сінен бастап жылдың аяғына дейін, Зүл-Хиджа айының 29 әлде 30-на дейін, соны не дейді ғұламалар? 1-ші жыл дейді. Қандай оқиғалар болды? Олар талқылаймыз. Келесі жылы Мухаррам айының 1-нен бастап Зүл-Хиджа айының 29 әлде 30-на дейін болған оқиғаларды хижраның 2-ші жылы болған оқиғалар деп айтады. Бадыр соғысы секілді, әлде ораза парыз болды онда деген сияқты, яғни оқиғалар. Енді бізге бүгінгі кірісіп жатырған сабағымыз бауырлар, хижраның 1-ші жылы болған оқиғаларға кірісеміз. Хижраның 1-ші жылы болған оқиғалар. Ол қашан басталды дейтін болса, хижраның 1-ші жылының оқиғалары Рабиул Ауал айының 12-сінен басталды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам как раз сол уақытта 53-ке толады. Сонда 1-ші жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мадина қаласында 53-тегі кісі болып жүрді. 53-тегі кісі неде? Мадинаның дәуірінің 1-ші жылында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басшы, патша, халифа болғанда, яғни жасы 53-те болды. Сондай мәселе. Енді бауырлар қараңдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинаға келді. Мадинада жаңа мемлекет басталды, өмір басталды, болды. Яғни сахабаларға сабақ, хадис, дәріс беріп, сөйтіп болды, сөйтіп жүріп, болмай нәрсе болған жоқ. Жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинаға келгеннен кейін жаны тыныш болған жоқ. Жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинаға келгеннен кейін, яғни мәмілелер көбейді. Кезіндегі мәмілелер тек қана Маккада болған, мысалы, санаулы мұсылмандар және мушриктер болды, яғни. Бірақ мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мадинаға келгенде патша басшы болды. Яғни мемлекет соның қолында. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам орнатқан шариғат заңымен өмір жүріп жатыр. Енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның алдында адамдар мәміле жасайтын кісілер көбейді. Сол әрбір кісімен енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңа мәміле құру керек. Оларды былай істесек болады. Яғни 4 топ адам бар десек болады. 4 топ. 3-і қазір бар. 1-ші жылы, 4-ші топ ол хижраның 2-ші жылы басталады жалпы. Ең жаман топ. Соның ең 1-ші тобы бауырлар, олар кімдер? Мұсылмандар. 2-ші топ олар мушриктер. 3-ші топ олар яһудилер. Ал 4-ші топ, 4-ші ең жаман топ олар хижраның 2-ші жылы, келесі жылы басталады, олар мұнафиқтар. Өйткені мұнафиқтар дін күшейгенде шығады, Бадыр соғысынан кейін шығады. Жалпы өмірде сондай. Мұнафиқтар көбейген сайын дін күшейіп жатыр деген сөз. Ал егер дін әлсіз болатын болса, сондай бір жерлерде мұнафиқтар ол елде аз болады, яғни. Сондықтан мұнафиқ көбейген сайын, зиндиқтар көбейген сайын дін күшейіп жатыр деген сөз ғой, яғни. Сол мына осы 4 топпен өмір басталады. Иншалла хижраның 2-ші жылы, келесі 3, 4, 5-ші жылдары, яғни мұнафиқтармен мәміле болған оларды кейін талқылаймыз. Ал мына 3 топқа тоқталып кетейік. 3 топ бауырлар кім болды? Мұсылмандар болды, 2-ші мушриктер болды, 3-ші яһудилер болды. 1-ші топ олар мұсылмандар, оларды 5-ке бөлуге болады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинаға келгенде,
яғни 5 мұсылман тобымен амал жасау керек, мәміле жасау керек. Әркіммен әртүрлі мәміле жасау керек, субханалла. Олар мысалы үшін мұсылмандар біріншісі кімдер? Ансарлар. Ансарлар, яғни Мадинаның тұрғындары, Аус пен Хазраждан болған ислам қабылдаған мұсылмандар. Оларды ансар дейді. Мухаджирлерді күтіп алған. Ол бірінші топ, дұрыс па? Солармен белгілі мәміле жасау керек. Екіншісі бауырлар мухаджирлер. Мухаджирлер неден? Макканы тастап Мадина көшіп келген, хижра қылған сахабалар, мухаджирлер. Яғни олардың өмірлері ансарларға қиын, келсе үйлері жоқ олардың. Пайғамбар мысалы мешіт салғаннан кейін сол мешітке қонады, кейбіреулер кейбір сахабалардың үйіне қонады, кейбіреулер ақша барлар келген бойда үй сатып алып, үй салып алады. Бірақ яғни көбінің жағдайлары қиын. Және олардың субханалла келгенде, Мадина келгенде басқа елге келді, басқа менталитет. Кісілер яғни басқаша. Яғни бәрі араб болғанмен, тілдері бір болғанмен, бірақ менталитеттері басқа. Яғни біздің заманымызда секілді ғой, мысалы батыс пен шығыс пен солтүстік Қазақстанның яғни нелері, мәмілері, сөйлеулері, менталитеттері басқа, дұрыс па? Бірдей емес, яғни. Сол сияқты кімдерде, ансарлар мен мухаджирлерде менталитеттері басқаша. Яғни мысалы мухаджирлер ансарларға Мадина келгенде байқаған бір қызық менталитеттерінен, мысалы мухаджирлердің әйелдері ұялшақ. Яғни еркектердің ісіне кіріспейді мухаджирлер. Еркектер бір нәрсе айтады, болды, әйелдер сөйлемейді, үндемейді, яғни сондай. Бірақ Мадина келсе, ондай емес екен. Мадинада кішкене, яғни еркектер әйелдердің ақылын тыңдайды екен, әйелдер бір нәрсе пікірін айтады екен, яғни сондай өзгеріс болды, мысалы қызық. Неге дегенде, өйткені Мадинада не ғой бәрі де мынандай құрма немен, егін сондаймен айналысады ғой, дұрыс па? Сол кезде әйелдер бірге көмектеседі, бірге яғни семейный бизнестар, бірге әйелдер араласады. Сол себептен әйелдер өзінде пікірінде айтып қалады. Ал мухаджир хижра жаса ондай емес, яғни бәрі саудагерлер анда-мында сауда жасайды, әйелдер тек қана үйде отырады, яғни әйелдерге еркектің істеріне кіріспейді, әйелдер ұялшақ болады, сөйлемейді, жоқ кіріспейді, тек қана еркектер шешеді мынандай деген сияқты сенім. Сол келгенде мухаджирлерге сол нәрсеге тірелгенде оларға бір қызық ұнамай бастайды, дұрыс па? Яғни бөлек бір әлем келді, бөлек бір менталитет басқаша, бір кісілер, ансарлықтар басқаша, мухаджирлер басқаша. Жаңа өмір сонымен кірісу керек. Тіпті сол мухаджирлердің кейбір әйелдері, оказывается, ансарлардың әйелі бүйтеді екен, сіздер оны бізге бүйткізбейсіңдер деген сияқты, яғни сырттан әңгімелер естіп келіп, күйеулеріне айтады, одан күйеулердің арасында бір келіспеушіліктер болады деген сияқты қызық сондай нәрселер де болды. Сондықтан Аиша радиаллаху анха айтады, "Ни'мал нисау нисаул ансар" дейді. Яғни ансарлардың әйелдері қандай керемет әйелдер дейді. Өйткені оларға ұялшақтықтары діннің үйренуіне кедергі болған жоқ дейді. Мысалы үшін мухаджир әйелдер пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам келіп бөтен еркекпен сөйлесу, келіп бір нәрсе сұрау деген қысылатын болған. Басқа еркектердің қасынан сөйлей алмай қалатын болған олар. Бірақ ансардың әйелі ондай емес, келіп пайғамбарымызға, "Я Расулалла, хувайдекум Анас, мына Анас сіздің жұмысшың болады." Басқа келіп, "Я Расулалла, осылай қалай болады?" деп сұрақтар қояды. Сонан Айша таң қалатын болған, яғни мысалы пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам келіп сұрайды, етек кір қаны осылай киімге жұғып қалатын болса, оны қалай кетіремін дейді. Мысалы пайғамбарым, сумен жуасың кетіресің дейді. Қалай ол сумен жуғанда қалай кетеді, ол қалай кетіреді деп сұрақ қояды. Сол кезде Айша анамыз ұялып барып қысылып әйелінің қолынан ұстап алып кетеді ары қарай. Яғни өзім үйретемін деген сияқты. Сондай қызық нәрселер бар. Ансардың әйелдері кішкене мухаджирлерге пысықтау болған, кішкене сөйлеп қалады, күйеуіне бір ақыл айтады, мысалы бір нәрсе ақылдасады, бірақ мухаджирлер ондай емес. Сол жаңа әлемге келді олар, дұрыс па? Жаңа әлем, олармен өмір басқаша, олардың бір менталитеттері, бір әйелдер үйреніп алып күйеулеріне айтады, содан бітті қызық нәрселер басталады. Сирада иншалла келеді алда уақытта. Және тағы да болған қиыншылықтардан мухаджирлер келгенде, Мадина қаласында келгенде, жалпы бірінші жылы болған оқиғаларынан Мадина қаласында оба ауруы пайда болады, яғни чума ауруы пайда болады. Яғни Мадина қаласында сондай жалпы бұрыннан уақыттан уақытқа сондай ауру пайда болып тұрады, чума. Содан біраз сахабалар ауыра бастайды, яғни мухаджирлер келіп ауырады. Ал кімдер, ансарлықтар ауырса да, бірақ яғни үйреніп қалған олар. Дұрыс па? Сол ауаға неге үйреніп қалған, бірақ мухаджирлер келгенде соған яғни денсаулықтары нете алмай, иммунитеттері ауруды жеңе алмай ауыра бастайды. Абу Бакр қатты ауырып қалады, тіпті өлуге сәл қалады, яғни Билал ауырып қалады, біраз мухаджирлер ауырып қалады. Яғни келгенде тіпті Билал лағнеттейді дейді, жатып, яғни лағнеттейді, жаман сөздер айтады кімдерге, Құрайыштарға, субхана, үйлерімізден қуып жібердік, осындай жерге келдік, ауыратын жерге келдік, ауырып жатыр, қиналып, яғни тіпті сондай қызық сөздер айта бастаған. Соны Айша таң қалып келіп пайғамбарымыз сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, олар қазір ақылдары істемей жатыр дейді. Яғни сондай қатты қиналғаннан, температура қатты көтерілгеннен олар қазір не айтып не қоя тұрғандарын білмей жатыр дейді. Яғни сондай Мадинаның бірінші жылы болған оқиғаларынан ол не чума ауруы пайда болады осында.
Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға тілейді: Аллахумма хаббиб илейнал мадина ка хуббина ли макката ау ашад дейді. Я Аллах тағала, Мәдинаны бізге сүйікті қылшы дейді, Мекке секілді дейді, тіпті одан да қатты сүйікті қылшы дейді. Және осы Мәдинадағы ауруды неге қарай, Джухфа қарай кетірші дейді. Яғни сол кезде Аллахтың қалауымен, яғни осы пайғамбарымыздың дұғасы қабыл болып, осы ауру Мәдинадан мүлдем жоқ болып кетеді. Яғни мұхаджирлер келгенде Мәдинада кісілер ауыра бастайды. Үйлерінен кетті, үйлер жоқ, анда яғни қысылады, мында барса тұрса қысылады, біреудің үйіне тұрғанда енді қысыласың ғой, дұрыс па? Содан қысылып, яғни өмірлері сәл қиындайды. Бірақ ансарлар ол яғни барынша көмектесіп бәрін істеген өзінде бір яғни қиыншылық сезеді. Сонда яғни Медина ұнамай қала ма деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қорыққанын осы дұғаны тілейді ғой, субханалла. Сол Аллахтың қалауымен яғни сол ауру бітіп, яғни ауруды неге Джухфа көшеді дейді. Яғни Аллахтың қалауымен сол жаққа қарай кетеді, Медина альхамдулилля бәрі аман қалады. Яғни сол мұхаджирлер, яғни өмірлер сәл қиындау болды ансарларға да. Одан кейін үшінші топ мұсылмандардан ол әлсіз мұсылмандар, Маккадағы хижра қыла алмаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хижра қылғаннан кейін, сахабалар хижра қылғаннан кейін, аяқта кімдер мұсылмандар қалды? Әлсіз мұсылмандар, мустадъафтар. Яғни оларды мүшриктер әлі қорлап жатыр, оларды әлі мүшриктер өлтіріп жатыр, қиыншылық келтіріп жатыр. Біреу ислам қабылдайтын болса, оны қорлап өлтіреді. Әлде бір беделде болатын болса, ол мысалы үшін дін тығып көрсетпей жүреді. Сынақтар әліге дейін сол жақта жалғасып жатыр. Яғни сондай қиын жағдайдағы сондай мұсылмандар болды Маккадағы. Бұл үшінші топ. Төртінші топ бауырлар, олар Хабашаға көшіп кеткен хижра қылған мұсылмандар. Хабашаға хижра қылған мұсылмандар. Олармен белгілі бір мәміле жасау керек. Яғни оларды не істейміз? Болды, Мединаға келіңдер, келе беріңдер, мемлекет құрылды, солай ма, әлде тағы бір нәрсе жасады ма? Және төртіншісі бауырлар, соңғысы бесіншісі, яғни бесінші топ мұсылмандар болған, олар яғни Мәдинаның сыртындағы бөлек ауылдағы аз болған мұсылмандар. Олар мысалы Абу Зар аль-Ғифари, Туфайл ибн Амр ад-Дауси, Даус ауылында, Ғифар ауылында Абу Зар, әлде Димат аль-Азди, Азд руында болған Димат деген сияқты, олар не істеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Осы бес топпен, мұсылмандардың бес тобымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай мәміле жасады бауырлар, не істеді, қандай бір шаралар қолданды, қандай стратегия орналасты, істеді, бәріне иншалла осы сира сабағында бәрін талқылаймыз. Ол бірінші топ бауырлар, мұсылмандар. Екінші топ мүшриктер. Енді қандай мүшриктер болды? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам алдында тұрған, солармен мәміле жасау керек болған. Бірінші топ ол Мәдинаның мүшриктері. Мәдинада Аус және Хазраждан болған мүшриктер әлінге дейін ислам қабылдамаған. Яғни олар бар ғой, біраз бар, дұрыс па? Солармен мәміле қалай жасау керек? Олар біріншісі. Екіншісі, олар Меккедегі қалып қойған мүшриктер. Абу Джахил, Абу Лахаб, Умайя ибн Халиф, Утба ибн Рабиа сияқты артта қалып қойған, Мәдинада қалып қойған мүшриктер. Олармен белгілі мәміле жасау керек. Олардың зияндары Мәдинада жүрген мүшриктен де қатты болды, субханалла. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болды, олардан құтылдым деп тыныш өмір сүрген жоқ. Яғни олар сояқта жүрсе де зиян келтіріп жүрді. Яғни мысалшы умрадан тыйды олар. Болды, умра жасамайсыңдар деп. Және мысалшы басқа сырттан кісілер келген, соларға бәрін жамандайды. Мұсылмандар бір керуен осындай жасайтын болса, оларды ұстап өлтіреді, яғни сөйтіп зиян келтіреді. Бүкіл кісілерді Мәдинаға қарсы қаратып қояды. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мәдинада түнде терілеп ұйықталмайтын болған, осы бірінші жылдары. Яғни Бухарида келген хадисте Аиша радиаллаху анха айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түнде бір күні дейді терілеп ұйықтай алмады дейді. Яғни андай ғой, мүшриктер пайғамбарымызды тірілей ұстап алып келген, әлде өлтіріп әкелсе, соған 100 түйе береміз деп сондай бір сый дайындап қойған. Енді бір мүшрик түнде келіп Мәдина келіп пайғамбарымызды әбден өлтіруі мүмкін ғой. Қазір біздің заманымыз сияқты видеокамера, анау мынау охрана, ондай нәрсе жоқ, дұрыс па? Үйін есігін теуіп кіретін болсаң, спокойно кіресің де өлтіресің, адам, яғни бір жеңіл нәрсе. Екіншіден, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламна бұрынғы пайғамбарлар қалай өлгенін хабардар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Яғни мысалы хадисте келгендей, яһудилер күніне 300 пайғамбар өлтірген дейді. Сондай хадис келеді. Күніне 300 пайғамбар өлтірген, әбетке дейін дейді. Әбетте дым болмаған сияқты саудаларын жасай берген дейді. Яғни күніне 300 пайғамбар өлтірген. Демек пайғамбарлар өлімнен аман қалмайды деген сенімде жүр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Аллах тағала сені қорғайды деген аят кейін түсті. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлінге дейін бір кәдімгідей адамдар сияқты ойлайды, бағандай мені өлтіріп кетуі мүмкін әбден деген сияқты. Сондай сенімде жүрді. Сөйтіп бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түнде ұйықтап, терлеп ұйықтай алмаған дейді, уайымдап.
сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи неден уайымдады, неден жаман түс көрді ма, неден дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дейді, яғни шіркін-ай, бір субханалла салиқалы, бір тақуалы сахаба мені қорғаса ғой дейді түнде бүгін, субханалла деп сөйтіп айтқан ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. яғни субханалла бір салиқалы бір жігіт болса ғой дейді да, менің сахабаларымның ішінен түнде мені қорғайтын дейді, субханалла, бір тыныш ұйықтағым келеді дейді. Соны айтқаннан кейін көп ұзамай есіктің астынан бір, яғни қарудың, қылыштың дыбысы шықты дейді, субханалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаймен деп келіп, кім мынау деп айтты дейді. Сол кезде Саад ибн Аби Уаққас, я Расулалла, мен ғой Саадпын ғой деп айтты дейді, субханалла. Не ол жаяу келдің бе дегенде, я Расулалла, мен не дейді, сізді қорғау үшін, сізді бір қарап отыру үшін келдім дейді, ойыма сондай келіп кетті дейді. Үйде жатыр едім, бір уайымдап кеттім сіз үшін дейді. Сол келіп сізді қорғайыншы, бүгін түнде сіздің қасыңызда болайын, таңға дейін, күн жарық болған шейін сіздің қасыңызға болайыншы, мына есіктің алдында отырамын деп айтты дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соған қуанып ұйықтап қалды дейді. Сол ұйықтағанда хатта сами'на ғатитаху дейді, яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қорылдаған дыбысын естідік дейді сол кезде. Яғни сондай уайымдап тұрған ғой, қазір есіктен біреу кіріп келуі мүмкін, сондай бір нәрсе істеуі мүмкін, не істеуге болады деп Аллахтың қалауымен, яғни Аллах тағала Саад ибн Аби Уаққастың жүрегіне соны ой салып тұр ғой. Саад ибн Аби Уаққас келіп түнде қарайды, содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам машалла күшті керемет ұйықтайды. Сөйтіп, яғни күндіз оны сахабалар естігеннен кейін түнде сахабалар шеретпен пайғамбарымызды яғни қорғап бастайды, түнде есіктің алдында бақылап отырады, ұйықтамай таңға дейін. Яғни өйткені ең сондай қиын уақыт түнде ғой, бәрі үйінде ұйықтап қалады, фонарик деген жоқ, түн дала деген тастай қараңғы, дым көрінбейді, бәрі ұйықтап жатыр үйінде, мысалы, дұрыс па? Яғни біздің заманымыз секілді емес, сигнализация ондай нәрсе жоқ. Яғни сөйтіп сахабалар, ансарлы мухаджирлер, яғни кезектесіп пайғамбарымызды түнімен бағады, қашанға дейін? Пайғамбарымызға «Уаллаху ясимука минан нас» деп аят түскенге дейін. Пайғамбарымызға «Уаллаху ясимука минан нас», Аллах тағала сені адамдардан сақтайды деген аят түскеннен кейін пайғамбарымыз есігін ашып, болды, демала берді сахабалар, болды, енді бүгіннен бастап мені қарамай ақ қойыңдар дейді, Аллах тағала мені сақтайды дейді. Яғни адамдар мені келіп былай түнде жай келіп тихара келіп өлтіре алмайды дейді. Яғни Аллах тағала оны мені қорғап қойды. Басқа нәрсемен өлуі мүмкінмін дейді. Яғни бір нәрседен құлап қалып, жүрек тоқтап, әлде тағы бір нәрсе болуы мүмкін әбден, бірақ мына кімдер, кәфірлер келіп мені өлтіре алмайды, оған зиян келтіре алмайды. Сондықтан яғни үйлеріңе барып демала бер деп, содан бастап яғни үйін пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам қорғамайды. Яғни сондай мушриктерден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басына сескеніп жүреді. Сондай зиян келтіре ме деп. Бұл кімдер? Екінші топ Маккадағы мушриктер. Үшінші мушриктің топтары, олар Мадинаның сыртындағы болған мушриктер. Не ол бадауи арабтар, не олар банағыдай ауылдар, Жуайна деген сияқты сондай ауылдар, яғни мықты, қатты болған мушриктер Мадинаның айналасында болған. Бұл екінші топ мушриктер. Үшінші топ олар болған пайғамбарымыздың алдында тұрған, олар кімдер? Яхудилер. Яхудилер Мадинада болды. Яғни олар сондай қиын адамдар болды. Иншалла олар турасында келесі сабақта яхудилермен келісім отырғанда, бірінші жыл келісім отырды ғой, сол келісім ішінде яғни яхудилер турасында танысып береміз. Олар жалпы үш топ болды. Үш ру болды, үлкен рулар: Бану Қайнуқа, Бану Надир және Бану Құрайза деген осындай үш топ болды. Бану Қайнуқа, Бану Надир және Бану Құрайза деген сондай үш топ не болды, яхудилер болды. Енді солармен мәміле жасау керек. Яғни осылармен қандай мәміле жасаған, не істеген бәрін иншалла осы сира сабағында бәрін өтеміз. Яғни Мадина дәуірі ең сондай маңызды дәуір, ең сондай жарық дәуір. Оқиғалар Мадинада көп болды. Сираның ішіндегі ең маңызды оқиғалардың, маңызды сираның тақырыптары бәрі Мадинада. Сол иншалла осы сабағымызда, сира сабағымызда осымен кісілермен қандай мәміле жасады, не істеді деген нәрсе өтеміз. Соның ішіндегі бір ұлы, бір маңызды қағидамен танысып кетейік бауырлар. Оны алдыңғы сабақтар айтқан едім, бірақ осыны да тағы да айтып кетейін. Яғни ол бірнеше рет қайталанса да ол артық етпейді. Яғни пайғамбарымыздың бүкіл ісіне біз разы болуымыз керекпіз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бүкіл ісі бәрі дұрыс. Яғни не істесе де бәрі де дұрыс деп разы боламыз. Егер де адам пайғамбарымыздың бір ісіне разы болмайтын болса, неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде қатты кетті, әлде неге бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлсіздік танытты деп айтатын болса, ол иманның әлсіздігінен, әлде иманның мүлдем жоқтығынан болады, Алла сақтасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтқандай: "Ла юъмину ахадукум хатта якуна хаваху таб'ан лима жи'ту бихи" дейді. Яғни адамның жүрегінде, ішінде нәпсі
мен әкелген нәрсеге түгелдей еріп разы болмайынша ол иманды болмайды дейді. Яғни пайғамбарымыздың әкелген істеген бүкіл ісіне біз разы болуымыз керекпіз. Алланың елшісі дұрыс істеді, не айтса да дұрыс істеді деген сондай сенімде болу керек. Бұл болмайынша адам баласы иманды болмайды. Соны мысалшы андай қатты кеткен жерлер болуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалшы ертең алда уақыт келеді, бір яһудиді сахабаларды жіберіп өлтіргізеді мысалшы. Осы яһудиді кім өлтіреді деп сахабалар шығып барып ол яһудиді өлтіріп келеді, мұсылмандарға зиян келтірген. Мысалшы біреу айтатын болса, сондай бір зендиқ келіп айтатын болса, неге олай пайғамбарымыз істеді? Ол кәфір, ол өзімен кәфірмен жүрмеді ма? Неге сондай ислам ондай жұмсақ болу керек қой? Жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұрыс істеді. Әлде керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейбір кезде мысалшы біздің көзқарасымызға қарағанда бір әлсіздік танытқан сияқты. Мысалшы Мәдина көшіп келгеннен кейін сахабалар яғни өмір сүріп жатыр, өмір жалғасып жатыр, соғыстар болып жатыр, және сахабалар үйленіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ақиқат тойларға қатысып жатыр. Хадистер келеді, осының тойында отырғанда, осының ақиқасына жиналғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі үйленіп жатыр, 1, 2, 3, 4, 5 әйел жасап ақиқат жасап жатыр. Бірақ Маккада кейбір мұсылмандар қиналып жатыр, оларды мушриктер қорлап жатыр. Ұстап кісілердің көзінше өлтірген сахабалар болды, және 70 сахабаны өлтіріп тастаған жағдай болды, және Маккада хижра жасалмаған, оларды әлі де қорлап отырған сахабалар болды. Яғни пайғамбарымыз неге бұл жерде сахабалардың бәрін жинап, неге барып солны бірден соғыс ашып неге нетпеді, неге пайғамбарымыз, неге сахабалар Мадинада тыныш той жасап нетіп жүр деген сияқты ой келуі мүмкін, дұрыс па? Оның пайғамбарымыздың салған ісі бәрі дұрыс деп есептейміз. Яғни біздің иманымыз толық болу үшін, иманымыз бар болу үшін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам бүкіл ісін дұрыс дейміз. Қатты кеткен жерінде Алланың елшісі дұрыс істеді дейміз. Және біртүрлі андай әлсіздік танытқан секілді бір жер болып көрінетін болса, жоқ, ол әлсіздік танытқан жоқ. Бұл даналық. Одан да бір маңызды нәрселер бар. Пайғамбарымыздың бүкіл ісі бәрі дұрыс деп иман келтіру керек. Әйтпесе біз иманды болмайды екенбіз, бауырлар. Бұл осы яғни кіріспе, Мәдина дәуіріне болатын ең маңызды кіріспе. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға не істеді, бірінші келген бойда не істеді, қандай істер болды дейтін болсақ, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның Мәдинаға келгендегі ең бірінші ісі, бәріне де маңызды болған ең бірінші не болды? Ол мешіт тұрғызу. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға келгенде ең бірінші ісі, бауырлар, ол Мәдина мешітін, Әл-Мәсжид Набауи, пайғамбарымыздың мешітін, Харам мешітін Мәдинада соны тұрғызу болды. Ең бірінші іс қой пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам. Және алдыңғы сабаққа қарайтын болсақ, Құбаға келгенде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам ең бірінші ісі не болды? Құба мешітін тұрғызу болды. Мәдинаға келгеннен ең бірінші ісі не болды? Мешіт тұрғызу. Сондықтан ғұламалар не айтады, бауырлар? Мешітсіз дейді, дін жоқ дейді. Мешітсіз дағуат жүрмейді дейді. Мешітсіз, бауырлар, мұсылман ешқандай жеңіске жетпейді дейді. Яғни мешіті жоқ болатын топтың шеті көрінеді жалпы. Егерде мұсылмандарда мешіт болмайтын болса, ол мұсылмандардың шеті бар жалпы. Егерде мұсылмандарда мешіт болатын болса, егерде бір топ мешітке жарысып баратын болса, бірінші сапқа жарысу деген тақырып болатын болса, мұсылмандарда болашақ сондай мұсылмандарда, бауырлар. Яғни сондай бір топ болатын болса, бірінші сапқа жарысады, мешітке барып тырысады, мешітке келгісі келеді, мешітке жарысады, мешітте сабақ оқиды, мешітте Құран оқиды, мешітте отырады, яғни мешіт болатын болса, болашақ солардың қолында, бауырлар. Яғни ең маңызды исламдағы ұлы болған, яғни маңызды сирадағы пайғамбарымыздың келген бойда бірінші бастайтын нәрсе мешіт салу. Мешітсіз дағуат болмайды дейді, субханалла. Сондықтан яғни мешіт міндетті түрде болу керек. Егерде мешіт жоқ болатын болса, тұрып отырған жерінде мешіт салыңдар. Яғни сондай жерде өмір сүреді екен, мешіт жоқ. Барынша тырысыңдар, мешіт салыңдар. Шарт емес, бағанадай үлкен, бағанадай мрамордан сондай мешіт салу жоқ. Яғни бір 10-ға 10, 6-ға 6, яғни 12-ге 12, яғни сондай мешіт салу. Және кейін керек емес үлкен бір немен, сыртын мраморлеп, анау жоқ. Арзан, сол заманға сай сондай қарапайым мешіт салу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ма умирту биташидил масажид" дейді. Яғни мешіттерді үлкейтіп, әдемілетуге мен бұйырылған жоқпын дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам андай мешітті үлкейтіп, әдемілетіп, жарысып, ондай нәрсеге бұйырылмаған. Мешіт яғни сондай қарапайым болу керек. Яғни андай ішінде узурлар, аяттар, қымбат, осындай туалеттің өзін субханалла бір 10 миллионға салып, ол яғни керек емес нәрселер. Яғни заманға сай болу керек.
әрине яғни андайда да қаралады, андай емес, мешіт андай нәрсе емес, ескі, штукатурланбаған, іші бәрі жер бәрі топырақ деген жоқ, ондай емес. Заманға сай, яғни мысалы біздің заманға қарайтын болсақ, іші штукатурланған, ақталған, мысалы әлі бетонеттелген, жоғарыда мысалы яғни свет, жарық, ішінде төсеніш төселген, батарея нелер бар, кондер бар, мысалы міндетті түрде кондер салу керек, заманға сай, өйткені ол әдемілік емес, ол кісілердің талабы, яғни ол әдемілік кондер бар, ол әдемі, күшті, керемет деген нәрсе айтылмайды. Жоқ, ол яғни орта кісілердің жағдайы кондер, яғни әрбір елге сай дегенім ғой, яғни кейбір қалаларда, кейбір елдерде, мысалы солтүстік жақта мүмкін жазда кондерға да мұқтаж емес болуы мүмкін, вентилятордың өзі яғни жеткілікті болуы мүмкін деген сияқты, яғни заманға сай сондай мешіт салу керек. Және яғни мешіт сондай өте үлкен болып, сондай әдемілік болмау керек. Тіпті сондай мешіттер бар, сондай қылып әдемі салған, тіпті акиматтың сондай әдемі мешіт шығар. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, яғни мешітті үлкейтіп әдемілетуге мен бұйырылған жоқпын дейді. Яғни қарапайым кәдімгі мешіт салса болды, жеткілікті. Яғни иншалла осыдан сәл сноска, яғни мешіт турасында, мешіттің әдебі, мешітке адам баласы не істеу керек, мешітке қатысты сабақтар иншалла Булуғул Марамда хушух деген баптан кейін мешіттер деген бап келеді. Сол баптың ішіне қайтса адам баласы, иншалла сол баптың ішінде мешітке қатысты бүкіл әдептен бәрі егжей-тегжейлеп иншалла талқыланады. Сонымен бауырлар, бірінші егерде сондай мұсылмандар болатын болса, яғни мешіт жоқ екен, сондай бір ауылдық жерлерде барынша мешіт салуға тырыссын. Ал егерде қалаңда мешіт болатын болса, онда мешітті бір өміріңдегі бір үлкен орын беріп қой өміріңде. Ең маңызды мұсылмандардың бір болашақ болатын мешіттен, дағуаттың бәрі болатын маңызды мешіттен, тіпті саған дағуат жасатпаса да, сол мешітке барудың өзі, денең сол ішіне кірудің өзінде үлкен дағуат болады. Жаңа біреулер келеді, соларға дағуат етесің, дінді жеткізесің, намаз үйретесің. Яғни альхамдулилля, яғни үлкен бір не ғой, субханалла, үлкен жетістік мешіт болатын болса. Сондықтан маңызды нәрсе бауырлар, мешіт болу керек. Тіпті сондай жерде өмір сүрсең де, бір мешіт, и то оның өзіне ахли сондай емес. Мысалы сондай жерде өмір сүреді екенсің, бір мешіт, әлде екі мешіт, әлде неше мешіт болсын, яғни имам бір ахли сондай емес. Сондай болса қалай болады? Яғни сол кезде не істейміз? Сол кезде мешітке керісінше бару керек. Яғни сол мешіттен қалмау керек, сол мешітке бару керек. Яғни көп адамдар яғни білмейді бағандай мешітте мысалы бидағатшы дейді, әлде ахли сондай емес дейді. Сол кезде не істеймін, мешітке бармаймын деп мысалы сөйтіп айтқанда, яғни біріншіден бауырлар, біз әрдайым сахабаларға, кімдерге, табиин, атба табиин, алғашқыларға, сәлафтарға айту керек. Солар не істеді, соны біз істейміз деген сондай сенімге қайту керек. Яғни андай емес, бір ойдан ақылмен сөйлейтін, яғни білімі жоқ адамдарға қайтпай, яғни керісінде сахабалар не істеді, бұндай жағдайда соған қайту керек. Яғни мысалшы Бухари, Сахих аль-Бухарида алатын болсақ, аль-Бухарида сондай бап бар. Бабу имаматил мафтун уал мубтади' дейді. Яғни баптың аты қандай болар? Фитнашы мен бидағатшының имамдығы туралы дейді. Яғни егерде имам бидағатшы болса, әлде фитна туғызатын адам болатын болса, яғни сол кезде үй мәселесіне арнайы Бухарида бап бар. Соған аль-Бухари соны бапты келтіргеннен кейін бабу имаматил мафтун уал мубтади' деген қала аль-Хасан дейді, Хасан айтты, Хасан аль-Басри айтты дейді. Салли ва алейхи бидағатуху дейді. Яғни бидағатшының артынан ұя бер дейді. Ол үшін бидағатшы, ол күнәсі үшін өз жауап береді, ал сен намазыңды оқи бер дейді. Яғни мешіттен қалма деп тұр. Кім айтады? Хасан аль-Басри айтады. Және Бухари одан кейін Хасан аль-Басридің сөзін келтіргеннен кейін Убайдулла ибн Адидің несін келтіреді, оқиғасын келтіреді. Ол табиин Убайдулла ибн Ади деген Осман ибн Аффанның заманында болған. Ол Убайдулла ибн Ади Осман ибн Аффанға келеді. Осман ибн Аффанның, яғни сынақтар болады ғой, сол кезде Осман ибн Аффанның үйін таспен атқылап, үйінен шығармай қояды. Үйінен шығармай қалады. Яғни мешітте имам ғой. Осман ибн Аффан мешіттің қасына тұрады, мешіттің имамы, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам мешіттің имамы. Сол кезде имамға шыққанда бір күні оны күшпен, яғни үйден шығармай қояды. Бір айдай мешітте намаз оқымайды. Осман ибн Аффан үйде намаз оқиды. Себебі сол кездегі хавариждер мен мұнафиқтар оны яғни қарсы шығып, яғни оппозиция үйінен шығармай қояды. Бір андай қателіктерін көп, андай қателік, тіпті ол қате болмаса да бір сондай адамдардың жаман ойларын бәрін жинап, кісілерге айтып, сондай күш жинап, оппозиция Османды шығармай қояды үйінен. Сол кезде имамдыққа Кинана ибн Бишр деген кісі тұрады. Яғни хавариждердің басшысы. Яғни Кинана ибн Бишр деген сол заманның хавариждердің басшысы, яғни сол имам болып тұрады. Сол кезде табииндар артына ұйқысы келмей қалады. Бидағатшы ғой енді. Бір бидағатшыға ұйқысы келмейді. Сол кезде Убайдулла ибн Ади
яғни Аллах тағала оған разы болсын, яғни субханалла, сондай кезде яғни білімді елге жүгінеді ғой, білімдірек айтайық дейді, не істейтін. Осман ибн Аффанға барады. Осман ибн Аффанға барып айтады: я амирул муминин дейді, сен енді бүкіл адамдардың имамысың, басшысың дейді. Енді сондай бір сынақ түсіп жатыр басыңа, көріп жатырық дейді, Аллах көмек берсін дейді. Енді көріп тұрған шығарсың дейді, бізде фитнашы, бидағатшы имам болып жатыр дейді да бізде. Енді соның артына ұйғанда дейді, оны тахаррадж дейді, яғни жүрегімізде тарлық сезіледі дейді, сол бидағатшының артына ұйымыз келмейді дейді, субханалла, не істейміз дейді. Кім айтады? Убайдулла ибн Ади. Кімнен сұрап жатыр? Осман ибн Аффаннан. Кім турасында? Кинана ибн Бишр деген хавариж турасында. Бидағатшы, яғни бидағатшы болғанда тіпті яғни бүкіл бидағатшылардың жоғарында. Өйткені хавариждерге жалпы ғұламаларда ихтилаф болған ғой, 4 имамның төртеуіне 2 пікірден болған. Абу Ханифада мысалы 2 пікір болған. Бір пікірінде оларды кәфір деген, бір пікірінде оларды бидағатшы мұсылмандар деген. Имам Ахмед бір пікірінде оларды кәфір деген, бір пікірінде оларды бидағатшы мұсылман деген. Себебі олар енді сахабаларды кәфір деді, мұртат деді, жәннатпен қуандырылған сахабаларға такфир шығарды. Сол себептен біраз ғұламалар олар такфир шығарған, кәфір деген, яғни сондай ихтилаф болған кісілер ғой. Соның артынан намаз оқығанда қысыламыз дейді, натахарраж дейді, яғни харраж сезінеміз дейді, жүрегіміз тарланады дейді, қиналамыз дейді. Соны қалай болады, не істейміз намаз мәселесін дегенде Осман ибн Аффан жауап береді. Бұхарида хадис: ас-салату ахсану ма яъмалун нас, яғни намаз адамдардың істейтін ең керемет амалы ғой дейді. Фаида ахсана, сондықтан дейді, егер адамдар бір жақсылық істейтін болса, намаз мешітте оқитын болса, фа ахсин маахум, солармен бірге не жақсылықтарында серіктес бол дейді, ажырама олардан дейді, үйі бер, оқи бер дейді, олардың имам болса да, олар кім болса да. Ва ин асау фажриб исаатакум дейді. Ал егер бір жамандық жасайтын болса, сол жамандықтарына қосылма дейді. Содан үлкен бір ереже аламыз ғой бауырлар, үлкен сондай бір ұлы маңызды сахабалар, табиғиндардың бір үлкен ережесі бізге болып қалған Бұхарида келген хадисте. Не ол бауырлар? Егер сондай жерде өмір сүретін болсаң, имамдардың бәрі мысалы түсініксіз бір нәрсе болатын болса, мешіттен қалма дейді саған. Осман айтып тұр, міне біздің заманымызға Осман келіп осыны айтатын болса, қабылдар ма едің? Мысалы Осман айтып тұр, мешіттен қалма дейді, оқи бер, сол мешітке бар дейді, болды. Егер де сахабалар сол Османның насихатын тыңдамай қазір сол харам мешітіне бармай қойғанда не болатын еді? Онда сол хавариждер, фитнашылар бәрі соны бастап алатын еді сол мешітті. Дұрыс па? Жаңа исламға біреу келеді мысалы сол заманда. Басқа сырттан пайғамбарымыздың мешітін зияратқа келеді, сол кезде ден дұрыс сахабалар таба алмай қалады. Кейін мешітті басқарып отырған кім болады? Бидағатшылар болады, хавариждер болады, дұрыс па? Фитнашылар болады. Сондықтан міндетті түрде оның ішінде ахли сунна мұсылман болу керек. Осман айтып тұр, мешіттен қалма, бар дейді, мешітке оқы дейді. Егер сондай елде өмір сүретін болсаң, бір мешітте қана болды, басқа мешіт жоқ дейді, оқитын. Оның ішінде мысалшы бидағатшы дейді, ахли сунна емес дейді. Қалма ол мешіттен дейді, болды. Ал егер сондай бір елде өмір сүретін болсаң, мешіттің бәрі ахли сунна, бірақ сондай бір жер бар екен, сол жерде бір имам бар екен, бұл жерде бір түсініксіз біреу бар екен, оқыма оның артынан дейді. Яғни қарасаңдар, осы Бұхарида хадисте Осман ибн Аффан бізге яғни үлкен ереже берді ғой. Сондықтан бауырлар, ұлы, яғни маңызды мұсылмандардың бір ережесі ол не бауырлар? Мешітсіз дағуат жоқ. Мешітсіз бауырлар, адамдарда болашақ болмайды жалпы. Мұсылмандарда жалпы әрбір топты өміріңде өлшеп қара. Сондықтан жаман кісілер бауырлар, олар кімдер емес? Адамдарды мешіттен тосатын, әлде басқа бидағатшылар емес, мешітке келме деп айтатын ең жаман адамдар бауырлар, олар ахли сунна ақидадан болып тұрып мешітке барма деп айтатындар. Яғни Алла сақтасын, ондай яғни өміріңде ешқашанда мешітті тыю деген сипаттың үлес алма өміріңде. Яғни мысалы айталық түсіндірейін сіздерге. Бір кісі бар мысалшы, аты оныкі Абдулла екен мысалшы. Оның Аллахтың қалауымен қайтыс болғанға дейін ол мешітке 1000 рет барады екен мысалшы. Сен оған бір сөз айтып қалып, өмірінде 1000-ның орнына 999 болуға себепші болмай ешқашанда. Мешіттен тыю деген үлеске аятқа кірме, Бақара сүресіндегінде. Яғни керісінше мешітке көп баруға оған көмекші бол. Кім болса да, имам бидағатшы болса да, кім болса да, ол мешіттің ішінде мысалы үшін мұсылмандарды ұстайды екен, не сезіп ұстай берсін, айтпадым да, бара берсін. Бір мешіттен жаман ес сезіп қалдың ба, айтпа, бұл мешітте жаман ес шығады деп. Өйткені жеркенетін кісілер ол жерге бармай қалуы мүмкін. Сен оның мешітке бармауына себепші болып қаласың. Керісінше мешітке қызықтыратын бір сөздер айт, мешітке барғызатын сөз айт. Мен кеше мешіттен болып мысалы Құран жаттап алдым, мә керемет екен, бөлек екен, берекеті басқаша екен, субхана, мешітте Құран жаттаған басқаша екен, мә кеше мешітте отырып кәдімгі арнайы мешітке барып лекция тыңдадым, мә бөлек екен, дәптерімді алып мешітке барып лекция жаздым, мә күшті екен. Керісінше сондай сөздер айт. Мешіттен тыятын кісілердің үлесін алмай ешқашанда, яғни айтпесе Аллах тағала Құранда айтқандай: "Уаман азламу мимман мана'a масаджидаллахи ан юзкара фиха исмуху ва са'a фи харабиха" дейді. Яғни мешітке Аллахты еске алу үшін баратын кісілерді мешіттен тыятын
және мешітті құртуға себепші болатын кісілерден де залымырақ адам бар ма дейді. Жоқ деген мағына ғой, яғни Аллах тағала сұрақ қойып тұрған жоқ, білмейсіңдер ма деп тұрған жоқ. Яғни егер Аллах тағала одан да біреу бар ма, одан да жаман адам бар ма дегенде, яғни жоқ деген мағына ғой. Мешітті адам бір мешітке барып намаз оқығысы келеді, сол мешіттен кісілерді тыятын, әлде мешітті құртуға себепші болатын кісілерден залымырақ жаман адам жоқ дейді. Яғни нағыз залым адам дейді, мешіттің несіне тыятын. Не ол мешітке мағнауи тыю мүмкін, не тікелей тыю мүмкін. Тікелей, яғни алдына тұрып алып сен кіргізбеу. Екіншісі мағнауи тыю. Бір кісі мешітке барғысы келеді, сосын тұрады да бір сондай сөз айтады, күшті керемет хадиспен айтады, аяттармен бір ғалым сөзін айтады. Сол сөзге сүйеніп кісі мешітке бармай қалады. Осы аятқа кіреді. Мешітте тыю деген аяттан, яғни үлес алады ол кісі, Алла сақтасын. Яғни мешіттен тыю деген нәрседен өмірде ешқашан үлес алма. Яғни қызық бір имам Маликтің заманында имам Маликте оқиғасы болды, қызық. Имам Малик рахимахулла бір күні аср намазынан кейін келіп мешітке отырып алады. Сәлем намазын оқымайды. Өйткені аср намазынан кейін сәлем намазы оқылмайды, дұрыс па? Мешітке келіп отырып алады. Имам Малик келіп бір күні мешітке отырып алған. Сол отырып алғанда қасына шәкірттер жиналып қалған бірден. Сол кезде мешітте отырған, яғни ондай білімі жоқ бір үлкен кісі тұрып, сен не отырып алдың? Құм фарқа ракатайын, тұр да 2 рекат намаз оқы дейді. Кім айтады? Мешітте отырған бір ата айтады. Яғни білім жоқ, ондай нәрсені білмеген. Мешітке келгенде болды, қалай да болсын сәлем намаз оқу керек деген сенімде жүрген бір кісі. Ол ихтилаф мәселе бауырлар. Енді жумһур ғалымдар жоқ, оқымайды дейді. Мешітке келгенде асырдан кейін әлде таң намазы күн шыққанға дейін намаз оқылмайды дейді жумһур ғалымдар. Сол ата тұрады да, тұр да құм фарқа ракатайын дейді. Яғни сөзіне мән беріңізші бауырлар. Ата мынандай сөз қолданады. Құм фарка ракатайын дейді, яғни тұрда 2 рекат намаз оқы дейді. Сол кезде имам Малик рахимахулла не істейді? Асырай намаз оқылмайды деп айтам ма? Ол не дұрыс оқылмайды, хадис бар, осындай сен білмейсің деп. Жоқ, тұрып алады да 2 рекат намаз оқиды дейді. Асырдан кейін, субханалла, өзі имам адамдарға хадис айтып жүр, асырдан кейін намаз оқымаңдар, болмайды деп айтып жүр. Бірақ сол кезде ана ата айтқаннан кейін имам Малик тұрып барып намаз оқып алады. Неге? Таң қалады ғой кісі. Намаз оқып болғаннан кейін келеді, шәкірттер таң қалады. Қызық, бәрі үндемей отыр, қарап тұр имам Маликке. Шейх, енді субхана кешіріп қойыңыз, бірақ біз таң қалдық дейді. Сіз асырдан кейін намаз оқымайды деп айтасыз, өзіңіз де ешқашан оқымайсыз, бірақ мына атаның сөзіне, дәлелсіз айтқан сөзіне алып, намаз оқып кетіңіз. Намаз оқуға болмайтын уақытта сіз намаз оқыдыңыз. Неге дегенде, сол кезде имам Малик рахимахулла айтады ғой, Аллах тағала Құранда айтты ғой дейді, "Ва иза қила лахум иркау ла яркаун" деген аяттан үлес алғым келген жоқ дейді, субханалла. Яғни аяттың мағынасы, оларға намаз оқыңдар деп айтылғанда олар намаз оқымаушы еді дейді. Кімдер турасында айтылып жатыр бауырлар? Мушриктер турасында айтылып жатыр. Яғни мушриктерге пайғамбарымыз намаз оқыңдар дегенде олар намаз оқымаушы дейді. Аллах тағала соны айтып тұр ғой, соны. Ва иза қила лахум иркау ла яркаун, оларға намаз оқыңдар деп айтылғанда олар намаз оқымаушы еді деген сол аяттан мен үлес алғым келген жоқ дейді. Ертең мен аятты оқимын дейді. Сол аятты оқығанда сол есіме түседі ғой дейді. Маған ата намаз оқы деді, мен оқымадым. Сол аятты мен түсіп тұрамын ғой дейді. Сол аяттан аз болсын үлесіне қаламадым дейді, субханалла. Сосын барып тұрып намаз оқып алдым дейді. Сондықтан сол сияқты бауырлар, мешіттен тыю деген үлеске ешқашан да ие болма. Аузынан бір сондай сөз шығып кетпесін, сол сөзге сүйене бір кісі мешітке бармай қалатындай, субханалла. Әйтпесе осы банағы аятқа кіріп кетесің. Аллах та сол аяттың, Бақара сүресінің аятының жалғасын айтады. Улаика ма кана лахум ядхулуха илля хаифин, оларға мешітке тек қана қорқумен ғана кіру керек еді ғой дейді. Лахум фид дуния хизит, оларға бұл дүниеде сол мешіттен тыятын кісілерге масқара, унижение болады, төменшілік болады дейді ол кісілерге. Кімдерге? Мешіттен тыятын кісілерге, әлде мешітке бармауға адамға себепші болатын кісілерге бұл дүниеде олар тек қана унижениемен, сондай бір қорлықпен өмір сүреді. Уалахум фил ахирати азабун азим, ал қиямет күні оларға ұлы азап болады дейді. Сондықтан, яғни мешіттен тыю деген ол тікелей тыю, әлде мағынауи тыюға ешқашанда өміріңде үлес алма. Керісінше сенің сөзінен кейін мешітке көп барып кетсін кісілер. Ал егер де сені мешітке кіргізбейтін болса, мешітке оны жолатпайтын, сондай мешіт бар, бірақ сені кіргізбейді, онда мешіт бар қалаға көш. Онда қасындағы сондай бір ауылдар болатын болса, қалалар болатын болса, басқа қала болатын болса, мешітке кіретін, мешітке барып намаз оқи алатын сол қалада барып тұр. Өйткені айтайын бауырлар, мешітсіз болашақ жоқ адамда. Мешіт жоқ болатын болса, сол жамағатта, сол топта болды, болашақ жоқ, бұл жамағаттың шеті көрінеді деген сөз ғой. Дағуаты бітеді деген сөз ол ненің. Сондықтан, яғни ең маңызды пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Мадинаға келген ең бірінші ісі не болды бауырлар? Мешіт құру болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мадинаға келгенде түйемен келді. Алдыңғы сабақта айтқан едім ғой.
сонда түйесі келе жатқан алдынан кісілер шықты. Сонда пайғамбарым тимеңдер дейді, ол түйе өзі бұйрықпен келе жатыр дейді. Сөйтіп түйе келіп пайғамбарымыздың қазір тұрған жеріне отырады. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешіт құрады. Кейін мешітті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құрған сол уақыттарда өзі Абу Аюб әл-Ансаридің үйінде өмір сүреді. Сол түйесі отырған жерге, мына жерге кімнің үйі жақын дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сол кезде Абу Аюб әл-Ансари, менің үйім жақын дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Аюб әл-Ансаридің үйіне көшеді. Яғни соның үйінде өмір сүреді. Қалай өмір сүрген алдыңғы сабақта айтқан едім. Сөйтіп мешіт салады. Сахабалар бәрі ең бірінші Мадинаға келгенде бәріден ең бірінші жұмысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешіт салу. Және Қубада болғанда да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең бірінші ісі бауырлар не болды? Мешіт салу болды. Сондықтан ғұламалар айтады, яғни ең бірінші мұсылмандардың дағуаты бүкіл өмірі мешіттен басталады дейді. Мешітпен бауырлар мұсылмандарда нұр пайда болады. Тіпті ол мешітте жаман кісілер болса да, ол мешітте бір ұрсатын, сөйлейтін, тағы бір нәрсе кісі болса да, жалпы мешітке барып намаз оқуың ол сен үшін нұр болады. Мешіт жоқтың, яғни болашағы болмайды жалпы бауырлар. Міндетті түрде мешіт болу. Егер сондай ауылда мешіт жоқ болатын болса, мешіт салу керек, тырысып, андай, яғни үлкейтпей болсын, бір барынша бір 5-5, 6-6, 10-10 деген сияқты, яғни барынша қосылып, жиналып, мұсылмандар енді жоқ болса, басқа қалалардан, үлкен сол ауылдың, яғни қарайтын қалалардан көмек жинап бүйтіп, яғни мешіт салған жақсы, яғни намаз оқитын, баратын жер болу керек. Аллахтың бір берекеті болады, мешіт болатын жерде міндетті түрде. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жерді таңдайды мешіт салуға. Ол жерде екі ансарлық сахабаның жері болады. Олардан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ақшасын беріп сол жерді сатып алады. Және сол мешіттің жерінде нелер болады, пальманың талдары болады. Оның бәрін бұзып, кесіп, тамырымен жұлып, сахабалар оны мешіттің несіне жібереді, ішіндегі столбаларына жібереді, бағаналарына. Ал мешіттің өзі кірпіштен салынады дейді, кірпіш тастан салынады. Және сол жерде мушриктердің бір қабыры болады. Сол қабырларды ішін кері қазып, басқа жерге барып жерлейді мушриктерді. Яғни сол жерде бір санаулы қабырлар болады, кезіндегі бір мушриктердің қабырлары. Сол жерде басқа жерге барып оны көміп, сөйтіп орнын ауыстырады. Сөйтіп мешітті Мадина қаласына 12 күнде салады. 12 күн. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінде 3 мешітке салуға серіктес болған екен. Жалпы сондай сұрақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінде неше мешіт салуға серіктес болған, неше мешіттің тасын өзі қалаған, өзі жүріп сол жерде жүрген? 3 мешіт дейді. 3 мешіт. Біреуі осы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам мешіті, 12 күн салған. Екіншісі ол Құба мешіті, 4 күн салған. Ал үшіншісі ол Харам мешіті. 35 жасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Харам мешітін Қабаны бұзып кері салғанда сол кезде қатысты ғой, сол нәрсе дейді. Әлде тәртіппен айтқанда бірінші Харам мешіті 35 жасында, екіншісі Құба мешіті, үшіншісі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның мешіті. Мешіт салып болғаннан кейін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мешітіне тақап жанына пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам әйелдерінің бөлмелерін салған. Неше бөлме дегенде 2 бөлме салған. Өйткені ол кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам 2 әйелі болды. 2 әйелі, біреуі Сауда анамыз, ол Маккада қалып қойды, кейін алдырады. Оны иншалла келесі сабақта айтамыз, талқылаймыз иншалла. Және Айша анамыз әйел болып, бірақ әлі қосылмаған болды. Сол екеуіне, яғни пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам бөлме салынады, 2 бөлме. Содан кейін үйленген сайын ары қарай бөлмелер салына береді пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам. Яғни сонда пайғамбарымыз мешітті 12 күн салады. Сосын 2 бөлме салады. Содан кейін, яғни сол мешітте намаз, яғни кісілер оқи бастайды. Автор айтады, 5-ші бап Әл-Мадина 1-ші жыл дейді. Хижраның 1-ші жылы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам мешіті мен әйелдерінің бөлмелері тұрғызылды дейді. Сол кезде Асад ибн Зурар мен Күлсум ибн Хадн қайтыс болды. Алайда ол жыл дүниеге Абдулла ибн Зубайр, яғни ары қарай кете береді. Иншалла оны келесі сабақ қалдырамыз. Сонымен бауырлар, мына жерден алынатын бір осы сабақтан алынатын пайда бауырлар, мұсылмандар болашақ болу үшін, яғни діннің тарау үшін, көбею үшін, яғни ең бірінші мешіт керек. Мешіт үшін адам баласы терлеу керек. Егер де сондай жерде өмір сүретін болсаң, мешітте, яғни басқа топтар, мысалы хавариж, әлі муржия, әлі тағы бір басқа бір ахли сунна болмаған топтар, сол мешіттен қалма. Сол мешітке бара бер. Неге? Өйткені сондай мәселелерде біз, яғни алғашқыларға сахаба табиғиндар қайту керекпіз. Олар не істеген? Хасан аль-Басри айтқандай, және Усман ибн Аффан айтқандай, яғни олар оқи беріңдер деген. Яғни ол кезде өйткені хавариждер бәрі басып алды ғой, дейсіз ба? Имам бәрі хавариж болды. Бір мешітте қана болды хавариж имам. Не істейді? Бармай қалатын болса, дағуат басқаларға жүреді, дейсіз ба? Хавариждерге жүреді. Сондықтан, яғни Осман қалмаңдар, керісінше барыңдар деген. Бүкіл сахабалардың сенімдері сондай болды ғой, яғни. Сондықтан, яғни үлкен маңызды нәрсе.
мешітке кедергі ешкімге болмай ешқашан. Тіпті бір мешіттен жаман еш шығып тұратын болса айтпау ешкімге. Мешітте осындай бір мұсылмандарға зиян бар екен айтпадым да керек емес. Өйткені сенің сөзінен кейін мешітке біреу бармай қалатын болса, сен себепші болдың оның бармауына. Осымен бірінші сабағымыз бітті. Аллаху тағала а'ля ва а'лам. Ва саллаллаху ва саллам аля набина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллам.